Ассаламағалейкум, ардақты алаш жұрты, құрметті ұлы көшкен мүдделі қауым және Қазақ Арманы партиясының қолдаушылары. Сонымен тойдың болғаннан болады қызық деп, Аманат партиясынан, бұрынғы Нұр Отан партиясынан бүгін ресми жұмыстан кеткенімді жариялаймын сіздерге. Осыдан 1-2 ай бұрын шешім қабылдап, қазан айының 26-сында кетуді жоспарлап өтініш жазғам. Бірақ Аманат партиясының қазіргі атқарушы хатшысы Асқат Оралов мырза шақырып алып, сайлауды өткізіп кетіңіз, илейтініміз бір тердің пұшпағы ғой дегеннен кейін жас жігіттің сөзін қимай қалып қалдым бір айға. Сайлау өтті. Сонымен міне желтоқсан айының 1-нен бастап жұмыстан босату туралы өтініш жазғам. Сол өтінішіме бастығымыз қол қойып, бүгін ресми жұмыстан босадым. 6 жыл жұмыс істептім Нұр Отан партиясында, тапжылмай отырып, республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесінде. Бір қарасаң, 6 жыл деген ештеңе емес екен, көзді ашып жұмғанша өте шыққан. Соның бір күнде тыныш таппай, үлкен 4 томдық кітап жазыппын. Бұл кітап бір керемет бір роман болса, немесе бір поэма, әйтпесе бір поэзия жинақ болса қуанатын еді ғой. Бұл алпарыс кітап. Жазайын деп жазбаған, кәдімгі алпарыс. Шеттен келетін қазақ көшінің мәселелері туралы. Соған болған қарсылықтарға қарсы күрес, соның ау мен бауын бүтіндеуге болған күрес, соның көшін көліктетуге болған күрес болатын. Орайына қарай жазып, шөң кітап шығарды, 4-шісін енді Құдай бұрса шығарамыз. Шет жұртта қазақ қалмасын деген атпен. 12 жылда партияның төрағасының бірінші орынбасарының үшеуімен жұмыс істеттім. Енді партияның лидері Нұрсұлтан Назарбаев болды. Соның бірінші орынбасарынан үшеуімен жұмыс істеппін. 3 үлкен тұлғамен жұмыс істедім деп айтуға болады. Енді 11 жылдардан бастап, көші-қонның басына қара бұлт үйіріле бастағаннан бастап, осы мәселеге назар аударып, хаттар жаза бастағанбыз. Сонда осы дүрілдеп тұрған Нұр Отанға да хат жазған болатынбыз. Сөйтсем сол Нұр Отан ішкі істер министрлігіне жібереді екен, сыртқы істер министрлігіне жібереді екен хаттарыңды. Содан кәдімгідей жауап алады екенсің. Сол жауаптарға қарап, сол көші-қонның ауа райын бақылауға болады екен. Сөйтіп сол көші-қонның жұмысымен жүріп, сол Нұр Отанға бір келгенім бар. 12 жылғы деймін жалмасам. Сөйтсем ол партияның қоғамдық қабылдау бөлмесінің керемет бір мүмкіндігі бар екен. Барлық министрлер келіп, сол жерде азаматтарды қабылдау өткізеді екен. Тұп-тура сол Нұр Отанның не деп айтайын, сол мүмкіндігіне қызықтым мен шынымды айтсам. Әйтпесе енді Нұр Отан партиясы кісі қызығып өтетін партия емес болатын ол кезде. Елдің бәрі ойбай Нұр Отан десе өстіп, билікке сатылып кеттің деп, сондай да бір көзқарастар бар болатын. Сосын 15 жылы өттім. Нұрлан Оразалин, сенаттың депутаты, Мұрат Бақтиярұлы екеуі маған кепілдеме жазып берді. Ақордадан шығып келгем, сол екі ағама келіп кепілдеме жазып беріңіз деп өтініш жасадым, Нұр Отанға өтем деп. Екеуі де бірден қабылдады. Алдымен Мұрат Бақтиярұлы өтінішімді жерге тастамай маған кепілдік хат жазып жатты мынандай. Осылай, осы жігіт Нұр Отан партиясына лайық деген сияқты таныстыратын кепілдік хат екен. Ол кіші жаза бергенше деп Нұрлан Оразалиннің кабинетіне кірдім ағамыздың. Кірсем отыр екен, енді онша дұрыс қабылдаған жоқ, өйткені жазылып, звондап кіру керек қой. Мен енді өзім сынып кіріп бардым. Сосын сәлем бердім де айттым. Өстіп, Нұрлан аға, мен Нұр Отан партиясына өтейін деп жатырмын. Соған маған кепілдік хат жазып беріңіз деп сөйтіп едім. Деп күліп, сен бірдеңкені білдіріп жүрме тағы да деп осылай айтты. Сосын мен айттым, жоқ аға, сіздер білдірген нәрсені түзейін деп жатырмын ғой. Білесіз ба деп сөйтіп едім, қарқылдап күліп кетті. Себебі бұл 15 жыл болатын.
13 жылы сол кісілер сенатта, мәжілісте отырған кезде, сенатта отырған кезде 4 жылға азаматтық бермейтін заң қабылданып кетті ғой. Ол кісілер иә оған араша түсті, бірақ шамалары жеткен жоқ, бәрібір заң қабылданып кетіп, сол заңға 4 жылсыз азаматтық бермейтін заңды қайтадан алып келіп жатқан кезіміз болатын. Елбасына хат жазып. Соны мен сізге айтып тұрмын ғой енді. Иә, сіздер білдірген нәрсені қайтадан түзеп жатырмыз ғой, сол үшін өткелі жатыр, қарқылдап күліп кетіп. Нұрлан аға керемет адам ғой. Сөздің де мәнін, мағынасын білетін бір керемет аға. Сол кісі отырып, үлкен саясатшы, ұзақ әңгімелесіп, маған өлеңдерін оқып беріп, өзінің бастан өткен оқиғаларды айтып беріп, маған кепілдік жазып берген болатын. Сол екі ағамның кепілдігімен Нұр Отан партиясына өттім. Бұл кезде партияның төрағасының бірінші орынбасары Асқар Мырзахметов мырза болатын. Қазір енді ол кісі бос, қызметсіз, әкім болды, министр болды, сол кісі болатын. Берік Уәлидің, сол кісінің көмекшісі ықпалымен сол орталық аппаратта Нұр Отан партиясына өттік бәріміз, бір топ адам. Осы Жүрсін Ерманов ағамыз бар, Серік Ақсұңқар ағамыз бар, қазақтың үлкен қабырғалы ақындары. Бір топ қызғырқындар бар әйтеу, өттік сол кезде. Спортшылар бар екен. Содан Жүрсін Ерман шығып сөйлейді ғой. Мынау ақындар деген өзі жүздеп саналады. Осылар Нұр Отан партиясы міне мынау өтіп жатырмын. Сол ақындар халықтың үнін жеткізеді партияға деп. Менің артымда жүздеген ақындар тұр деп сөйледі. Сон бір адам алды билет, сосын мен де барып Асқар Исабекұлының қолынан партияның билетін алып бір ауыз айтсам бола ма деп едім, айтыңыз деді. Соны шығып айттым. Мына Жүрсін ағамыз айтып жатыр, менің артымда жүздеген ақындар тұр деп. Дұрыс. Менің артымда 5 миллион қазақ тұр. Мен сол 5 миллион қазақтың тағдыры үшін, соның көш тоқтамау үшін, атажұртқа оралу үшін осы Нұр Отан партиясына өтіп жатырмын деп сөйледім. Сөйтіп Нұр Отан партиясына өткенбіз. Иә, келіп сол мүшелікке өттік. Сол менің біртаз достарым осы жердегі журналист, ақын, інілерім маған әй ауыт, сатылып кеттің ғой сен деп. Басқанда кешсекте осыны кеше алмаймыз Нұр Отанға өтіп кеткен деп. Бір жағы аяп, бір жағы кекеп, бір жағы күліп сөйткен болатын. Бір-екі жылдан кейін осы соңғы жылдарда сол жігіттердің бәрі де мойнынан Нұр Отанның қызыл орамалын байлап алып, Нұр Отан деп шапқылап жүріп қазір мәжілісте отыр. Мәжілісте отыр. Отыра берсін. Мәселе әңгіме олар туралы емес, әңгіме өзім туралы. Сөйтіп 15 жылы партияға өтіп қойдым. 16 жылы сайлау өтіп, Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары болып Мұхтар Құл-Мұхаммед ағамыз келді. Бұрында айтқан ол кісі Ақордада бір рет қабылдаған осы көші-қонға байланысты мені. Сосын сол кісінің қабылдауына жазылып едім, көп өтпей қабылдады. 16 жылы. Қабылдап, ағамыз сол әңгімесін айтып, ақылын айтып, менің өтініштеріме сол комментарий беріп, енді қайтуға тура келді. Сосын мен айттым, ағай, мені бұйымтай сұраңыз деп, сұрамайсыз, сұрады. Соны айттым, мынау Нұр Отан елбасының партиясы. Көші-қон елбасының саясаты. Екеуі бір адамның баласы. Егіз баласы сияқты. Сондықтан мен осы Нұр Отан партиясында жұмыс істеп, қазақ көшін дұрыстағым келеді. Кедергілер көп екен заңнамасында. Деп едім, қарқылдап күліп алды дағы Мұхтар аға Құл-Мұхаммед. Аучан, неңді жібер дейді ана. Түйіндемеңді дейді. Резюме дейді. Соны бізде резюме екеу болады. Соның біреуі өлеңмен жазылады. Соны екеуін де жібердім. Сол өлеңімді оқып берейін сіздерге. Естелік болсын енді. Ынтықпын менде патшама тұратын айтқан сөзінде, бір демеп жібер жақсаға қиналып жүрген кезімде, арбайды көзді көбелес, кіргізбей ішке абат бақ. Құса да мұңда жоқ емес, арманым елден тағасқақ. Бірмін жоқ бүгін басыңда, көзсің ғой қалған көнеден, жүрейін еріп қасыңда, мағанда жұқсын өнігің. Көп шауып бүгін чаршады, жерлесің мынау әрінің, азаматсың ғой арқалы, мағанда жұқсын тәлімің. Жалғыз қол жалаң қылышпен осынау жерге жеттім мен. Қолаяқ жылдам, тыныс кең, кем емесінің ешкімнен. Жігітпін тағы өр мінез, түретін құлақ ізгінге, өрлейтін міне келді кез.
bir балдақ аттап біздіңде, өзіңе келіп тірелдім, көз тігіп отыр шартарап, өзімше менде бір елдің үмітін жүрмін арқалап, танисың білем, ердің қай, жақыным сенсің етене, жетесіздерге қорғылмай, өз қолыңменен жетеле, тұлпарсың тартқан күндалға, сұрап бір тұрмын шын көмек. Қолыңда бәрі тұрғанда, жіберші аға бір демеп деп, сол 16 жылы жазған екем сол. Содан қабылдап, мен жұмыс қалды. Тағы қабылдап жұмыс қалды. Содан бастап сол Нұр Отан партиясының республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесінде жұмыс істей бастадым. Бастығым Жұмажан Жүкенов деген аға болды. Керемет кісі. Бірден түсінді ол кісі мені. Содан бастап енді қарап отыратын емес, бұған дейін де айтылды ғой біраз нәрселер. Жұмысқа кірісіп кеттік. Көшкөлікті болсын деген тұжырымдама жасап, үлкен жиналыстар өткіздім. Министрдің бәріне кіріп шықтым. Қалмұхаммед Қасымовқа, Тамара Дүйсеноваға, бәріне, көші-қонға қатысы бар адамның бәріне кіріп шықтым. Сосын мәжілістегі жұмыс тобында қатынасып, заң жобасын талқылайтын жұмыс тобына қатынасып, өзімнің жаңағы ұсыныстарымды апарып өткіздім. Соның біразы өтті, шешілді, енді ол туралы көп айттып, өткен лекцияларымызда қайталамай-ақ қояйын. Соның бәріне жаңағы республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесінің жетекшісі болған, жаңағы меңгерушісі болған Жұмажан Жүкенов ағамыз қатты көмектесті. Қолдап отырды, былайша айтқанда. Сондай бір ағаның барып алдына түскенімде осы өмірімдегі бір бақытым деп есептеймін. Аман болсын Жұмажан аға. Сосын Асқар Құмарбай деген жігіт болды. Маған дейін осы қандастардың мәселесімен сол жігіт айналысып кепті екен. Ол маған мынау жүйенің бәрін үйретті. Осы туған ағам сияқты болып, қазірге шейін бір-бірімізді қимай бүгін қоштастық. Сондай адамдар кездесті. Мен басшыларымның бәрі керемет болды деп айта алмаймын. Бұл партия деген керемет үлкен күш. Міне өзімізде құрып жатырмыз ғой. Сіздер соның мән мағынасын, құрметті қандастар, біліп жастар ма, білмей жастар ма, білмеймін. Байқай біліп жатқандар көп екен. Етектен тартып жатқандар да бар. Іште бір аярлық істеп, қайтар екен деп қарап отырғандар да бар. Оған менің түгім кетпейді. Айналайындар. Біз партияны сөзсіз құруымыз керек. Қазақ көші өз деңгейінде жүрсін десек, біз елмен бірдей саяси аренада тұрамыз десек, сөзімізді өткіземіз десек, біз сөзсіз партия құруымыз керек. Енді жаңағы Нұр Отан партиясы ол әрине керемет партия, биліктің бірегей партиясы болды. Оның материалдық жағы деген әлемдік партиялармен бірдей болмаса, артық болмаса кем емес шығар деп ойлаймын. Бәрі бар. Ауданға дейін зданиялары бар кәдімгі. Қаншама адам жұмыс істейді. Осындай партия болды. Бірақ сол партия Мұхтар Құл-Мұхаммедтің кезінде керемет болатын. Мен келгенде үш басшыны өткіздім деп отырмын, ар жағындағыларды білмеймін. Мұхтар Құл-Мұхаммед басқарып тұрған кезде кәдімгі министрлерді шақырып алып, депутаттарды отырғызып қойып, сол депутаттарға есеп бергізетін жаңағы министрлерге. Бюджеттің игерілуі, президенттің тапсырмаларының орындалуы дегендерді. Анау Бишімбаев деген бір баланы сілкіген есінде тұра. Екі аяғын бір етікке тығып. Дұрыс дайындалмай келген ғой. Сондай бір айбаты бар, мінезі бар болатын Құл-Мұхаммедтің кезінде. Кейін Мәулен Әшімбаев деген жігіт келді, қазір сенаттың төрағасы. Мен айтатын Әшекең құртты. Нөл қылды партияны. Партияның өзінің табиғатында жат жұмыстармен айналысып кетті. Не дейді Құдай-ау? IT кластар дей ма? Сондай бір мынау жаңағы цифрлық даму министрлігінің құзыретіндегі жұмыстар сол партия істеп кетті. Жоқ, партияның жұмысы олай емес. Партия саясатпен айналысу керек еді. Партия саяси мәдениетін қалыптастыру керек еді, халықтың сайлау мәдениеті дейсің ба? Осылай жалпы саяси мәдениетті қалыптастыру керек еді партия. Әшімбаевтың кезінде ол кісі басқа жұмыстармен айналысып кетіп, сонымен ойбай Шымкентте партияның туын өртедім ау. Қойшы айту, партия беделі нөл болды. Сосын Бауыржан Байбек келді. Ол жігітте ол көтере алған жоқ. Өзінің сол басқа жұмыстармен кетті деймін. Кіммен айтысып кетті? Жанболат Мамаймен. Одан жеңілді ақпараттық соғысты. Соңында партиядан кетіп Түркияда жүр деп естідік. Аман болсын. Айтайын дегенім, Әшімбаев түсірген партияның беделін ол көтере алған жоқ. Соңы не болды? Соңы Нұр Отан партиясы десе, Құдай сабасын елдің төбе шаштық тұратын болды. Ең ақырында қайтты, атын өзгертіп құтылдайды.
аманат деп өзгөртүп кутулгандай болду. Бирок эми беделинин кандай экенин оны сиздер айтыңыздар. Мен өз басым ол партияны жаман деп айта алмайм. Партияда турган эчтеке жок. Мәселе onun мүшелеринде де емес. Мәселе onun жетекчилеринде, эстериңизге сактап коюңуздар. Қазір Орал деген жигит жұмыс істеп жатыр. Аткаруучу катчысы болуп, Асқат Оралов деген. Тәуелсіздіктің құрдасы, жақсы жігіт, жас жігіт, 2 рет кездестім, жанын салып істеп жатыр. Мен ол жігітке тек қана тілектеспін. Жас жігіттер келе салып съезден съезд ашып жатыр. Бәрін дұрыс ұйымдастырып жатыр. Сайлауды жақсы ұйымдастырды, Құдайға шүкір. Техникалық жұмыстарды жақсы игерген жігіт екен. Мен болашағына бақыт тілеймін сол жігіттің. Ал енді жасы 50-ден асып қалғанда мынандай жақсы жұмысты тастап кету деген бұл оңай жұмыс емес, оңай шаруа емес. Құрметті ұлы көшке мүдделі қауым, жақсырақ ойларыңыздар. Барларыңыз салып мына партия құруға көмектесіңіздер. Мен айтып отырмын ғой, осы ұлы көш үшін кетіп бара жатырмын. Марчақтағы ағайындар үшін кетіп бара жатырмын. Көш тоқтап қалмас екен деп, сол үшін осы жұмысымды тастап мен келе жатырмын. Бұл үшін сіздерге міндетсіз отырған жоқпын, бірақ айтып қою керек. Сондықтан артық сөздің, сынау мінеудің қажеті жоқ бізге қазір. Бізге кішкентай болса да көмек керек. Өзіміздің мүддемізді өзіміз қорғап, президентімізге көмектесіп бір жағынан шығысуымыз керек мынандай алмағайып заманда. Көріп жатсыздар ғой, не болып жатқанын бәрін. Сол менің айтайын дегенім. Енді Қазақ Арманы партиясына келсек, қазір сол алғашқы ынталы топтың, бастамашыл топтың дауысы жиналып болып қалды. 700 адам жиып болуымыз керек. Соны жиып біз енді Құдай бұрса алдағы күндерде, жақын күндерде Әділет министрлігіне алғашқы өтінішімізді өткіземіз. Құдай беріп өтінішіміз қабылданса, ары қарай 5000 адамды жиып съезге дайындаламыз. 3 айдың ішінде съез өткізіп болуымыз керек заң бойынша. Сосын ары қарай партия құрылады деген сөз. Енді ол құрыла ма, құрылмай ма деп отыра берсеңіздер, ешқандай жұмыс өнбейді. Қазақта бір мақал бар екен, бір адамдардан сөйлессем бәрі үміттің үзіңкіреп, ол өкімет тіркей ма деген сияқты болып тұр. Қазақта бір жақсы сөз бар. Мен сіздерге айтып қояйын. Менің де жақсы білесіздер. Үмітсіз шайтансы деген. Сондықтан тек қана алға басуымыз керек. Батыл болуымыз керек. Жұмыс істеуіміз керек. Үмітсізденіп отырсақ, сол шайтекеңдердің қатарына қосылып кетеміз ағайындар. Содан аулақ болайық. Құрметпен Ауыт Мұқибек, желтоқсан айының 5-і. Менің осы видеомды бөлісіңіздер. Ұлы көш медиа парақшасында жазылыңыздар, жаппай таратыңыздар.